Баршаңызға сәлем достар, сіздермен қайып берген жадыра. Бүгінгі практикалық жұмыста осы презентацияның жасалу жолын үйренетін боламыз. Егер де видео қызықтырса, онда соңына дейін көріңіздер, видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Және де осындай практикалық жұмыстардың басқа да түрлерін көргіңіз келсе, онда описание бөлімінде тұрған PowerPoint деген плейлисттің сілтемесіне өтсеңіздер болады. Бізге жұмысымызды бастау үшін вставка фигура бөлімінен 4 бұрышты фигураны таңдаймыз. Оның ең жоғарысындағы сары нүктені қозғалту арқылы бұрыштарын сәл өзгертсек болады. Және де мышканың оң жағын басып копировать етіп, осылай осы 4 бұрышты фигурадан үшеуін қойып шығатын боламын. Фигуралардың ара қашықтығын ровно етіп қойғыларыңыз келсе, онда сетканы пайдалансаңыздар болады. Ал енді вставка фигураға барамызда, дөңгелек фигураны алып, видеодағыдай етіп, сопақша етіп сызып алатын боламыз, және оны ең үстіңгі жағындағы дөңгелек сияқты стрелканы қозғалту арқылы мінекей осы қиғашынан қоямыз. Мен мына жерде төртбұрышты фигуралардың түсін өзгертіп тастаппын, бұл қателік болды. Енді осы жерде тұрған барлық фигураларды Ctrl батырмасын басу арқылы белгілеп аламыз. Формат фигураға барып, объединить фигуры деген жерден фрагмент деген таңдаймыз. Ал енді дөңгелек фигураны өшіріп тастаймын да, мынау жаңа фрагмент арқылы шыққан мына 3 фигураны белгілеп алып, формат фигурадан сплошная заливка деген жерден жасыл түсті таңдайын. Ал астындағы линия дегенге барып, нет линия дегенді таңдаймын. Бұл жаққа қарай барып жасамайық, жоғарыда тұрған настройкалар арқылы жасауға да болады. Енді дәл осы әдісті төменгі жақ бұрышқа қарай жасаймыз. Яғни вставка фигураға барамыз, дөңгелек фигураны сопақ етіп, овал етіп сызып аламыз. Сәл қиғашынан қоямыз. Және Ctrl батырмасын басып отырып, осы дөңгелек және 4 бұрышты фигураларда белгілеп аламыз. Жоғарыдағы формат фигураға барамыз. Объединить фигуры деген жерден фрагмент дегенді таңдаймыз. Енді ең астындағы дөңгелек болып тұрған фигураны алып өшіріп тастаймыз да. Осы фрагмент арқылы пайда болған мына 3 фигураны белгілеп аламыз. Жоғарыда формат фигуры деген жерден заливка фигураға барамыз, немесе осылай мышканың оң жағын басып формат фигуры деген таңдаймыз да. Сплошная заливка деген жерден кез келген бір түсі таңдаймыз. Және линия деген жерден нет линия дегенді таңдауға болады. Дәл осы әдіспен ортасындағы 4 бұрышты фигураны таңдап аламыз да, кез келген бір түске бояймыз. Мен осындай серый түсті таңдадым және нет линия деп линиясын алып тастадым. Құрметті көрермен, егерде видеода түсініксіз болып қалған жерлер болса, онда комментарийге сұрақ ретінде қойсаңыздар болады. Ал енді суретпен керекті жазуларымызды қойып аламыз. Және де мұнда тұрған сурет және оның астындағы жазуларды Ctrl батырмасын басу арқылы белгілеп аламын да, мышканың оң жағын басып группировать дегенді таңдаймын. Яғни үшеуі бірігіп кетеді. Бұлай жасамайық, үшеуін белгілеп Ctrl-G комбинациясын пайдалансаңыздар да болады. Ал енді осы экранды кішірейтіп аламыз да, осы біріктірген сурет пен жазуларды Ctrl батырмасын басу арқылы үшеуін белгілеп алып, төменгі жаққа қарай түсіріп тастаймыз. Ал мынау артында қалған 3 фигураны үшеуін мышканың көмегімен белгілеп алып, Ctrl-G батырмасын басамыз, немесе мышканың оң жағын басып группировать дегенді таңдап, үшеуін де біріктіреміз де, видеодағыдай етіп жоғары қарай шығарып тастаймыз. Одан кейін вставка надпись дегенге барамыз да, керекті текстті жазамыз. Мысалға мен компания атауы деймін да, оның шрифтін SEGOE UI Black деген шрифт бар. Сол шрифтке қоямын. Ол қазақша әріптерге де өте жақсы үлкен объем беріп тұрады. Көп шрифттар қазақша әріптерге келе бермейді. Мінекей, осыны таңдаймын да, А деп тұрған жерден тексттің түсін өзгертетін боламын. Осы жерде беріп тұрған түстерін бірін таңдай салуға болады, немесе астындағы другие цвета дегенге барамыз да, осы жерден таңдаймыз, немесе спектр дегенге барамыз. Осында красный, зеленый, синий деп тұрған жердегі сан жазатын жерлер бар, цифр жазатын. Осы жерге басқа да цифрларды жазып, мына жерде сізге көрінбей тұрған, жоқ болып тұрған
кез келген бір түстерді шығарып алуға болады. Содан кейін окей батырмасын басып мінекей түсті таңдаймыз. Енді сол жақ шеттегі бір деп тұрған жерден мышканың оң жағын басып дублировать слайд дегенді таңдайтын боламыз. Яғни осы презентация екінші рет көшіріледі. Одан соң экранды кішірейтіп аламыз да. Компания атауы деген жазуды кез келген төрт жақтың біреуіне ысырып тастаймыз. Мысалға мен оң жаққа қарай ысырамын да. Үстідегі фигураны әкелемін, астындағы текст пен суретті әкелемін де әдемілеп орналастырамын. Одан кейін сол жақ шеттегі 1-2 деп тұрған презентацияны Ctrl-A батырмасын басу арқылы белгілеп аламын барлығын. Сөйтемін де үстіндегі переходы деген жерден трансформация дегенді таңдаймын. Содан кейін үлкейтіп қарайтын болсақ, осындай әдемі презентация шығатын болады. Мен қолданып жатқан Ctrl-A, Ctrl-G сияқты комбинациялардың түрлері өте көп. Егер де соның барлығын үйреніп алып, өз жұмысыңызда пайдаланғыңыз келсе, онда описание бөлімінде тұрған менің видеомның сілтемесіне өтіп, сол жерден үйреніп алсаңыздар болады. Егер видеоны лайк басыңыздар, келесі кездескенше.